Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Өткен сабақтарда біз Қазақстандағы табиғат ресурстары және олардың түрлерімен танысқан болатынбыз. Табиғат ресурстарының басты түрлері су ресурстары, жер ресурстары, минералдық ресурстар, биологиялық ресурстар, отын және энергетикалық ресурстар, табиғи процесстер қуатының ресурстары, рекреациялық ресурстар екендігін біз танып білдік. Енді бүгінгі сабақта Қазақстан жеріндегі табиғат ресурстарымен толық танысып шығамыз. Ендесе кеттік. Табиғат ресурстары шаруашылықтың дамуына қажетті табиғи қор. Пайдалы қазбалар, жер, су, ауа, жел, топырақ, өсімдік және жануарлар дүниесі табиғат ресурстарын құрайтынын біз бәріміз білеміз. Республикамыздағы минералды ресурстардың ерекшелігі олар көбіне жер бетіне және бір-біріне жақын орналасқан. Сондықтан да минералды ресурстар арзан әрі ашық әдіспен өндіріліп, кешенді түрде пайдаланылады екен. Еліміздің пайдалы қазбалардың аса бай қорына ие екендігін бәріміз білеміз. Жер қойнауынан Менделеев кестесіндегі 109 элементтің 99-ы ашылып, 60-қа жуығы зерттелген және өндіріске таратылған. Еліміз дүние жүзі бойынша вольфрам қорының бірінші, хромит, уран, фосфор кендерінен екінші, марганец қорынан үшінші, қорғасын және молибденнен төртінші, ал темір қоры бойынша 8-ші орында. Қазақстан мұнай мен газ қоры бойынша да көптеген елдерден алда тұрғаны белгілі. Қазақстанның жер ресурстары орасан зор. Оның жалпы көлемі 270.000 миллион гектарды құрайды. Мұндағы жер көлемінің 82% ауыл шаруашылығына жарамды жер. Оның жайылым мен шабындыққа жарамдысы 190 миллион га, ал жыртылған жер көлемі 36 миллион га тең. Бірақ еліміздің нарықтық экономикаға көшуіне байланысты жыртылған жердің көлемі біртіндеп азаюда. Қазақстан дүние жүзінде жыртылған жер көлемі жөнінен 6-шы, ал жайылым мен шабындықтан 4-ші орында тұр. Республиканың әрбір тұрғынынан 15 гектар ауыл шаруашылығы жерінен келеді. Ал осыларды өзге елдермен салыстыратын болсақ, Ресейде бұл көрсеткіш 0,87 гектар, Канадада 1,7 гектар, ақш-та 0,54 гектар, Жапонияда 0,103 гектарға тең. Алды балалар, Қазақстан су ресурстарына онша бай емес, және олар біркелкі таралмаған. Елімізде ішкі су ресурстары 115,3 миллиард метр кубты құрайды. Оның 60,4 миллиард метр куб су қоры республика аумағында, ал 54,9 миллиард метр куб су қоры көрші елдерден келеді. Су қорының жиналуы еліміздің географиялық жағдайымен тығыз байланысты. Қазақстанда жалпы саны 85 мыңға жуық өзен, 48 мыңнан астам көл бар. Көптеген өзен сортаңдар мен құмдарға сіңіп, ізін жоғалтады. Көлдердің жалпы ауданы 45 мың километр квадрат. Оның 94%-ның ауданы 1 километр квадраттан аспайды. Ірі көлдерге Балқаш, Зайсан, Алакөл, Теңіз, Марқакөл жатады. Елімізде 4 мыңнан астам тоған мен су қоймалары бар. Ондағы сулар егістік жерді суару үшін, электр энергиясын өндіру үшін, сондай-ақ өндірісте пайдаланылады. Ал балалар, Қазақстан аумағы өсімдіктерінің алуан түрлілігімен ерекшеленеді екен. Елімізде өсімдіктердің 5700-дей түрі кездеседі. Оның 14%
Біздің елімізде ғана өссе 279 түрі Қазақстанның қызыл кітабына енген. Республика аумағы орманға өте тапшы. Орман алқабы бар болғаны 13 миллион гектар. Бұл барлық аумақтың 4%-ін ғана құрайды. Қазақстан орманының басым бөлігі сексеуіл ағашы. Ол көбіне шөлді аумақтарда өседі. Қылқан жапырақты ормандар Тянь-Шань, Жетісу алатауы, Алтай тауларында кездеседі екен. Ал енді жануарлар дүниесіне келетін болсақ, сүтқоректілердің 155 түрі, құстардың 480 түрі, бауырымен жорғалаушылардың 49 түрі, балықтардың 150 түрі бар. Биологиялық ресурстардың ішіндегі негізгісі балық ресурсы. Қымбат бағаланатын қызыл балықтың 90%-і Каспий теңізінен ауланады екен. Сонымен балалар, Қазақстанның табиғат ресурстарымен қамтамасыз етілуі өте жоғары және шаруашылықты өз ресурстарын пайдаланып дамытуға мүмкіндігі зор. Табиғат ресурстарына жауапкершілікпен қарау, оның ресурстарын ұтымды пайдалану әрбір азаматтың міндеті. Еліміз аумағындағы табиғат ресурстарының алуан түрлілігі мен оның қорының молдығы біздің ұлттық мақтанышымыз. Балалар, осы Қазақстан жеріндегі табиғат жағдайы мен табиғат ресурстары туралы біз мәтінмен толық танысып болсақ, мына тапсырмаларды орындауға кезек берейік. Бірінші тапсырма: мәтіннен бір салалас құрмалас және бір сабақтас құрмалас сөйлем теріп жазыңыздар. Ал екінші тапсырма: мәтіннен немесе оқулықтың 191-192 беттеріндегі оқылым мәтінінен сандық мәліметтерді тіркескен сөздермен теріп жазыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға мың алғыс. Мен сендердің жауаптарыңды күтемін. Сәттілік!